Сәлем оқырмандар, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ғашығым қайыршым ғашығым атты әңгіме желісімен. Жоңғар Алатауынан арқырап ақ келетін Сарқан өзенінің сарылы Гүлнұр қыздың ең жақын сырласы. Бала жасынан бері құлағына әбден сіңіп қалған үзілмейтін ғажап үн. Тасқынды су арнасындағы қой тастарға соғылып көбік шашқан өзен өз үйінің дәл іргесінен ағып өтуші еді. Ес біле өзен жағасында ойнайтын, сонда қуанып күлгені де, қорқып жылағаны да судың сарқырымен бірге ағып кете беретіндей елестейтін. Сар-сар дыбысы, гүр-гүр үні өзі ғана түсінетін таусылмайтын кеңестер айтатын тасқа соғылғандағы бұрқыраған су тамшыларынан көрінген түрлі түсті кемер қосақта өзін қуантатын, өзін уататын түрі бейне секілді сезілетін, өзімен бірге ойнайтын, армандайтын. Содан ба, тіпті бой жеткен болған кезде де, сол тынымсыз күркіреген өзен дыбысын қайда болса да үнемі сағынып жүретінді. Бірақ күйеуге шыққалы бері өзеннің осы сарқыраған дыбысын қатты жек көріп кетті. Өте аз сөйлейтін келбетті жігітінің анда-санда өзіне айтқан әдемі сөздерін сол өзен өзіне жеткізбей, әдейі естіртпей жұтып әкете беретін секілді. Өзен өзіне ғашық болғандықтан мына жігіттен қызғанып долдана күркірейтін құсаған. Өзіме келші деп жанталаса дөңбекшіп жатқандай. Осыдан болып өзенге аяушылықпен емес, ашумен қарайтын болып кетті. Бірақ кейде жігітім де осы өзендей армен мені сүйсе ғой, шіркін деп те ойлайды. Содан ба, Гүлнұрдың көңіліне бірдеңе жетпейді, әйтеуір жігітінен дәметкен жалғыз жалында бүкіл бойын балқытып жіберетін бір сөзді сағынумен жүр. Әттең жанын жарқырататын сол жалғыз сөз айтылып кетті ме екен? Не өзен ағысып кетті ме, әлде әлі айтылған жоқ па? Түнде тәнін балқытқан жігітінің сымбатты денесіне сүйсіне қараған сайын ол кейде жансыз мүсін секілді елестеп, өне бойы су шошып кетені де бар. Сонда жанын жадырататын жақсы сөзге қанша шөлдегенін шын сезініп, ескерткіш күйеуіне ренішпен де, үмітпен де қараған күндерінен жаңылады. Сонда кездері өзіне ғашық арынды өзенді еске алып күрсінетіні тағы бар. Өзеннің аумайтын адалдығына сүйініп, жағасына барып әдемі алақанына толтырған мөлдір суын шоп еткізіп жұтқанда, өзен қуаныштан еңіреп жібергендей шулы, дулы сәттер жүрегін жұбататын. Жүзім сабағы көлегейлеген ауланың алды. Көктемгі жүзімнің балапан жапырақтары таңертеңгі күннің балғын сәулесімен қауышып, бала махаббатпен бақытқа кенеліп тұрғандайы. Күйеуі екеуі ғана таңғы шайларын ішіп отыр. Гүлнұрдың көз қиығы жігітінде, биік қабақ, бүркіт көз, қияқ мұртына ғашық болып қанша қараса да, қарай-қарай ол әдемі сурет құсап қалғандай. Өтіп бара жатқан мезет көктемнің соңы, жаз мезгілінің басы, әттең тұра тұрсашы дейтін бозбала бойжеткен шақты еске салы. Өткен күндерде қалып бара жатқан сағыныш келер күндердегі қызықтан артық секілді сезіледі. Сүйкімді ерініне кесесін таята ұстаған уыздай жас келіншек жігітінің жүзіне қарағыштай береді. Мына таңғы майда самалдай, жанына жылы тиетін бір жылы сөз күйеуінің аузынан шығып қалама деп алаңдаумен отырғаны азап па, әлде рахат па айырудан қалғандай екідай күйде. Жарты жылға таяды, татқан тән ләззаттың бәрінен артық сол ыстық сөз қашан айтылар екен деп жалтақтай береді. Ауланың есігі сықырлады. Екеуі де қатар жалт қарады. Бомж сияқты біреу. Шағын денелі, сергек жігіт, өзі жалаң аяқ. Бөгелмей таяп келеді, екпіні шақырылған қонақтан бетер екен. Ас үстелге ентелеп келіп тоқтады. Жас шамасы 30-дан аспаған шығар. Оң жақ бетінде өткір тырнақтың ізіне ұқсас 3 тарам жаңа жараның ізі бар. Сол жақ көзінің үсті көгеріп піскен. Қырылмаған сақалы ұрыстан шыққан киноактердігіне өзіне жарасып тұр. Шуақты қоңыр көзі баладай аңғал, аяушылыққа толы. Ашқұрсақ жүзі жүдеу болса да жайдар екен. Ұяла қысылған кейіпте Шаймұратқа қос алақанын қатар жайды. Ағатай, Құдайдан қайтсын. Тиын тебен болса берші. Гүлнұр күйеуіне мойын бұрды. Әуелі оның қатты тыжырынған түрін көрді. Тістері ақсиып, екі езуі құлағына қарай кетіпті. Мына қайыршыға жаны қатты ашыған сиқы шығар деп түйді. Әлде, мынандай жап-жас жігітті құраушы қылған заманға деген жиіркенішін білдіргені ме деп те қалды. Гүлім, не болды саған? Гүлнұр ұят пен аяныш қатар тілгілеген жүрегі қарс айырылғандай. Есен, не дейін саған, жаңағы қайыршы менің бұрынғы күйеуім ғой, деді сыбырлай үн қатып. Гүлнұрдың жаңа күйеуі әдемі келіншегінің жас жуған жүзін қос алақанымен аялай ұстап, өзіне қаратып тұрып былай деді.
Иә, оны мен де таныдым. Гүлім, сен білесің бе, мен баяғы осы күйеуін қуып жіберген қайыршымын ғой. Міне осымен әңгіме бітті. Құрметті оқырмандар, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.